Сіздермен кино қалам. Бүгін сіздерге әйгілі Лиам Нисонның сомдауымен 2014 жылғы «Воздушный маршал» фильмін талдайтын боламыз. Фильмнің жанры детектив араласқан триллер, сюжеті өте мықты шытырманды фильм. Ойлаңыздаршы, сіз ұшақтың бортындасыз. Кенет сізге біреу әрбір 20 минут сайын бір жолаушыны өлтіріп отырамын деп SMS жазса, не істер едіңіз? Бүгінгі фильміміздің қаһарманы әуе маршалы Билл Маркс дәл сондай жағдайға тап болады. Олай болса, кеттік. Әуе маршалы болып істейтін Билл Маркус кезекті рейсіне отыруға дайындалуда. Оның жеке өмірінде кризис. Кішкене қызы қайтыс болған, өзі ішімдікке салынып кеткен. Ол ұшаққа мініп өз орнына жайғасады. Оның жанына Джин есімді қыз келіп отырады. Ұшақ әуеге көтерілгеннен кейін Билл әжетханаға барып шылым шегіп келеді. Кенет оның жұмыс пейджеріне белгісіз біреуден хат келеді. Ол жерде оған біреу өз қызметіңді атқаруға дайынсың ба дейді. Билл оған кімсің және өзінің жеке серверін бұзып жазғаны федералды қылмыс екенін айтады. Белгісіз біреу оған көп жолаушылардың бірі екенін және әжетханада темекі шегу де федералды қылмыс екенін ескертеді. Билл өзін біреу аңдып жүргенін түсініп, жолаушылардың арасынан кім жазғанын іздей бастайды. Ешкімді таппаған соң Билл одан не үшін жазып отырғанын сұрайды. Белгісіз біреу оған 20 минуттың ішінде шотына $150 миллион түспесе, бір адам өледі дейді. Ақша түскенге дейін әр 20 минут сайын біреуді өлтіріп отыратын жазып, шотының нөмірін жазып жібереді. Билл осы ұшақта өзінен басқа Джек есімді тағы бір маршал бар екенін біледі. Ол оны ақырын әжетханаға шақырып, хат жазып отырған сол ма деп сұрайды. Маршал хатты жіберген ол емес екенін айтып, пейджерін көрсетеді. Билл маршалдың жазбағанын біліп, ұшақ кабинасына барып, пилотпен сөйлеседі. Ол жолаушыларға қауіп төніп тұрғанын айтып, жақын жерде әуежай бар болса, қонуға ұсыныс тастайды. Бірақ пилот ең жақыны 2 сағаттық жерде екенін айтады. Сосын Билл пилотқа белгісіз жіберген шоттың нөмірін беріп, шот кімге тиесілі екенін жермен хабарласып біл дейді. Және қосымша ұшақ бортының бейнебақылау жазбаларын алады. Ол өзінің жанына стюардесса қызбен жанында отырған жолаушы қызды шақырып, камераға қарап тұруларын сұрайды. Сол кезде Билл қылмыскерге жаза бастайды, және ол жауап жазғанда камераға қарап тұрған қыздар телефон ұстап отырған жолаушыларды белгілейді. Қылмыскер Биллдан қызы Оливияның халін сұрайды. Билл өзі туралы қылмыскер бәрін білетінін біліп шок болып қалады. Сол кезде стюардесса қыз камерадан бір жолаушының телефон ұстап қобалжып кеткенін және тұрып әжетханаға бет алғанын көрсетеді. Ол жолаушы тағы да бір әуе маршалы Джек еді. Билл Джектің артынан әжетханаға кіріп, оның телефонын сұрайды. Сол кезде екеуінің арасында төбелес басталады. Соңында Билл өзін қорғау үшін Джекті өлтіруге тура келеді. Тура сол кезде дәл 20 минут өткен еді. Қылмыскер Биллға қайта жазады. Ол 20 минут өткенін айтып, сағатына тағы 20 минутқа будильник қой дейді. Және ақшасын жібермесе 20 минуттан кейін тағы бір адам өлетінін айтады. Билл капитанға қайта барады. Сол кезде капитан оған қылмыскер жіберген шот Биллдің өзіне тиесілі екенін айтады, және оның қызметтік белгісі мен қаруын алып қояды. Билл Джектің телефонын ашып қарайды. Сөйтсе қылмыскер Джекке де жазған екен. Қылмыскер оған сенің чемоданыңда не бар екенін білемін және дереу дәретханаға кел деп жазыпты. Билл оның чемоданын ашса, іші толы есірткі екен. Осы кезде стюардесса келіп, Джектің өлі денесін көреді. Билл оған белгісіз біреу өзіне жала жапқысы келіп жүргенін айтып, Джекті амал жоқтан өлтіргенін түсіндіреді. Содан кейін маршал барлық жолаушыларға қолдарын созып отыруларын сұрайды да, өзі тізім бойынша олардың ұялы телефондарын тексере бастайды. Оны көрген ұшақ капитаны жерге хабарласып, ұшақты басып алмақшы болып жатыр дейді. Билл бір күдіктіні ұстайды да қолын байлайды, бірақ ол ештеңе білмейтін болып шығады. Және кезекті 20 минут аяқталып қалғанда, ол қолына тапаншасын алып жолаушыларға қарап тұрады. Сол сәтте оған қылмыскерден тағы бір хат келеді. Қылмыскер оған нақты бір жолаушы өледі деп айтқан жоқпын дейді. Сол кезде Билл бірден ұшақ кабинасына барады. Барса, ол жерде капитан аузынан көбік шашып өліп қалады. Қылмыскер келесі 20 минут басталғанын жазады. Билл қылмыскер кім екен деп әлек болады. Екінші пилот па, стюардесса қыз ба, басқа кім? Сол кезде ол жанында отырған Джин есімді қыз әлдебіреумен сөйлесіп отырғанын байқайды. Ол жігіт программист болып шығады. Билл одан қылмыскерді табу әдісін тауып, көмектесуін сұрап, өз пейджерін оған береді. Программист біраз уақыттан кейін жұмысын аяқтайды. Егер Билл қылмыскерге бір фотоны жіберетін болса, онда оның телефонына автоматты түрде қоңырау түседі. Билл барлық жолаушыларға екі қолдарын жоғары көтеріп отыруларын бұйырады, және өзі қылмыскерге фотоны жібереді. Кенет бір жолаушының қалтасынан қоңыраудың дыбысы шығады. Билл бірден жолаушының қолын қайырып, жеке алып шығады. Ол оны тергеп, сұрақтар қоя бастайды. Сол сәтте бұл жолаушы да аузынан көбік ағып өліп қалады. Билл ештеңе істей алмай дәретханаға кіріп темекі шегіп отырады. Сол сәтте ол шеккен темекісінің түтіні қабырғада қағаз тұрған жәшікке жұтылып кетіп тұрғанын аңғарады. Ол дереу жәшікті ашып қараса, ішінде домалақ тесік бар екен. Ол тесіктің арғы жағы пилот отырған кабина екен. Билл бірден қоқыс жәшігін ақтарып, ішінен улы дротик тауып алады. Демек, әлде біреу капитанды осы тесіктен улы дротикпен атып өлтірген. Кейін ол екінші жолаушының денесін тексереді. Тексеру барысында оның денесінен де кішкене улы дротик табылады. Содан кейін Билл бір қарт жолаушы әйелге барады. Ол әйелдің 1 сағат бұрын дәретханаға кіргенін Билл байқап қалған екен.
Маршал ол әйелден сізден кейін тағы бір адам әжетханаға кірді ма деп сұрайды. Әйел болса Биллдің жанында отырған Джин кіргендігін айтады. Билл Джинға барып сұрақтың астын алады. Бірақ іздеген адамы бұл қыз емес екеніне көзі жетеді. Ал ұшақ бортында болса паника. Жолаушылардың алдындағы экраннан Биллдің ұшақты күшпен басып алғандығы жайлы хабар таратып жатыр. Билл мен Джин қылмыскердің телефонының кодын ашпақ болып тұрғанда кенет телефоннан 30 минуттық таймер қосылып кетеді. Маршал бұл бомба екенін бірден түсінеді. Билл бортқа өзі жайлы таратылып жатқан хабарды тыңдайды. Ол жерде ол бұрын полицей болғаны және 8 жастағы Оливия есімді қызының рактан қайтыс болғаны, сосын ішімдікке салынғаны айтылып жатыр екен. Билл жердегі басшыларына қоңырау шалып, ұшақта бомба бар екенін айтып, ұшақты 2500 метр биіктікке төмен түсіруін өтінеді. Бірақ олар Биллді террорист санап келіспей қояды. Билл сол кезде Джимнің есірткі салынған чемоданын есіне түсіріп ашады. Ашса, есірткенің ішінде таймер қосылған бомба бар екен. Маршал бомба тұрған әжетхананың есігін жауып шығып келе жатқанда оған бірнеше жолаушылар тап беріп қолын қайырып ұстап алады. Сол кезде Биллға көмекке күдікті ретінде ұсталған жігіт келіп ажыратып алады. Билл барлық жолаушыларға біреу оны қылмыскер қылып көрсеткісі келіп жүргенін айтып, не болғанын барлығын айтып береді. Және ұшақта бомба бар екенін айтады. Ұшақты екі жағынан екі истребитель бақылауға алады және пилотқа жолдан рұқсатсыз ауытқымауға бұйырады. Маршал бомбаны ұшақтың ең соңына апарып қояды және оның үстіне жолаушылармен бірге барлық жүкті тасиды. Билл қайтадан пилотқа барып, ұшақты 2500 метр биіктікке дейін төмендетуін сұрайды. Осы биіктікте қысым қатты болмайды екен. Бомба жарылса, ұшақты түгелдей жарып жібермей, бір бөлігін ғана жарады. Биллға жердегі басшылары қоңырау шалып, оның шотына $150 миллион салғандарын айтады және енді ешкімді өлтірмей ұшақты қондыр дейді. Билл оған ашуланады, өзін кінәлі емес екендігін айтқанда басшылық видеодан бәрін көргендерін айтады. Сөйтсе, бір жолаушы Биллдің күдікті деп ұстап алған ер адамды қалай алып бара жатқанын түсіріп жіберген екен. Билл кімнің түсіргенін бірден тауып алады және дереу оның телефонын тартып алады. Телефоннан сол видеоны көріп тұрып бір жайтты байқап қалады. Ол сол ер адамды ұстап алып кетіп бара жатқанда, ер адам білдіртпей телефонын отырған жолаушылардың қалтасына салып жіберген екен. Ол жолаушы аузынан көбік ағып өлген жолаушы еді. Билл бірден қылмыскерді қуа жөнеледі. Қылмыскер бір жолаушыны кепілге алады, бірақ ол жолаушы полицей болып шығып, қылмыскерден сытылып шығады. Қылмыскер қаша жөнеледі. Полицей болса, Биллға көмектесейін деп өзінің тапаншасын жүгіріп алуға барғанда, оның алдынан программист жігіт шығып қалып, оны атып тастайды. Сөйтсе, ұшақта бір емес екі террорист бар екен. Қылмыскер Биллдің тапаншасын тартып алады. Екеуі екі жақтан ұшақтағыларды кепілге алады. Террорист осыдан біраз жыл бұрын дәл осындай жағдай болып, ұшақ жарылғанын айтады. Сол кезде оның әкесі сол ұшақта мерт болған екен. Сол үшін де ұшақты қорғай алмаған мемлекеттен өш алған түрлер екен. Ал екінші программист жігіт бұрынғы солдат екен және ол Биллдің шотына түскен ақшаны кейін басқа шоттарға аударып шалқып өмір сүретіндерін айтты. Енді олар ұшақтың 2500 метр биіктікке түсуін күтіп, түскен кезде парашюттермен секіріп кетпекші екен. Билл оларға аман қалмайтындарын айтады. Ұшақ төмен түскен жағдайдың өзінде секіре алмайтындарын айтып, программистке өзіңді аман алып қалу үшін бомбаны өшір дейді. Ол өшірмекші болғанда оны бірінші сатып тастайды. Оның ойы кегін қайтарып аман қалу емес, мақсатына жетіп басқалармен өлу. Сол сәтте пилот ұшақты дереу төмендете бастайды. Қылмыскер жылдам төмендеудің әсерінен құлап кетеді. Билл сол кезде тапаншасын алып, оны атып үлгереді. Программист қылмыскер тірі қалған екен. Ол Биллді өлтірмекші болғанда бомба жарылып өліп қалады. Пилот ұшақты әрең дегенде Исландияның жеріне аман есен қондырады. Жолаушылар аман қалады. Әрине, барлық телеканалдардан Биллді ақтап, оны қаһарман деген жаңалық тарап жатыр. Қылмыскер атып тастаған полицей де аман қалған екен. Биллға басшылығы қоңырау шалып кешірім сұрайды. Және соңында Билл Джинмен сөйлесіп, екеуінің арасында бірдеме болатындығын білдіреді. Осымен «Воздушный маршал» фильміне талдауым бітті, достар. Шатырман, детектив, триллер, драма да бар осындай керемет фильм шыққан сонау 2014 жылы. Лиам Нисонның барлық дерлік фильмдері ұқсас болғанымен бәрін көре бергім келеді. Достар, менің арнамда басқа да детективті фильмдер өте көп. Сілтемеге өтіп барлығын көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Және менің арнамды қолдауды да ұмытпаңыздар. Тіркеліп, лайк басып, фильм бойынша пікірлеріңізді асыға күтемін. Келесі детективте кездескенше сау, сәлеметте.